Al tındayız. Gelin kızlar. Dağıtımız çıkararız. Сабақтас қылмалас сөйлем құрамындағы жай сөйлемдермен бір-біріне сабақтас байланысатын қылмалас сөйлем. Адина, дауыс шығарамыз. Шарттыдағы сабақтас сөйлем дегеніміз бағыныңқы сөйлем, басыңқы сөйлемдегі іс-әрекеттің жай-күйін болу я болмау шартын білдіретін сөйлем. Алғашқы сөйлемнің баяндаушы тиянақсыз тұлғада келіп, екінші сөйлемге бағына байланысады. Бағыныңқы сөйлемнің баяндаушы сәси деген шартты район негізгі жинағынан болады. Кейде шартты бағыныңқы сөйлемнің баяндаушы қанкин, даде и қанша әнше жинақтарынан жалғасады. Қайтсе деген сұраққа жауап береді. Мақұл, сендегі рас болса, мен де сенің сеніміңді ақылдан татынбаспын. Назир, рахмат. Көрдік түрлері. Қасым төре келіп күміс хатты шешіп Кенесарының алдына қойды. Екі қалған түрлер айта ғой маған, Адина. Түрлер айта ғой шейін дауысша. Қатты барған Жақсы. Ал бұл келсең, мына топты бағалаймын сені. Топ бар. Жер тұрып. Енді ал қайда қате. Ал. Қай жерде қате. Дұрыс тапты ма? Мынау дұрыс. Мына жерде қате ма? Қате бар. Солай ма? Мынау қандай болады ма? Себеп бола ма екен? Фасе болса. Қандай болады? Фасе болса. Қай бағының сабақтас болады? Фасе деген шартты қайдасың жоқ. Соған жауап берсе. Қай сабақтас құрмалас сөйлем болады? Дұрыс. Шартты бағының сабақтас құрмалас болады. Қате бар. Қалғандар дұрыс бар. Мынау неге? Мына сөйлем деген сабақты сөйлем ба? Қараңдаршы. Мақұл сенген рас болса дегенде баяндаушы болса. Дұрыс қай шартты? Шарты бар сабақты. Екі қате. Шарты бар. Ережесі мысалы. Мынау мысалы ережесі. Ережесі